Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 14-ші сабақ. Сәлем сөздің анасы. Жасы үлкен адамдармен амандасу түрлері. Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Ал өз достарыңмен амандасу түрлері. Сәлем, қайырлы күн. Қазақ халқында амандасу сәлемдесу жоралғысы кішіден үлкенге қарай жүреді. Кіші адам үлкен адамды көрген кезде кіші бірінші сәлем беру керек. Ал егер атты адам келе жатса, яғни жылқыға мінген адам келе жатса, жаяу келе жатқан адам бірінші амандасуы керек. Ал егер отырған адамды көрсе, тұрған адам бірінші амандасуы керек. Ауру адамға сау адам бірінші амандасуы керек. Көп адамға бір-екі адам бірінші амандасуы керек. Егер сәлем бермей өтсе, сәлем беруге жарамаған деп ұрсатын болған. Сәлем бер. Келе жатсаң оқудан, көңілің бір кемеңгер, көлеңкеде отырған көрші апаңа сәлем бер. Балақай, оқудан келе жатсаң, көлеңкеде отырған көрші апаны көрсең, сәлем бер. Бақ ішінде жотада тартылып жатыр асыл күй, алма жиған атаңа қол қусырып басың дей. Алма бақтың ішінде алма жинап жүрген атаны көрсең, қолыңды беріп, басыңды иіп, сәлем бер. Балам, саған бір көрген артады ғой ел сенім, сәлем берсең үлкенге, үлкейгенің ол сенің. Балам, сен үлкенге сәлем берсең, ол сенің үлкейгеніңді, есейгеніңді білдіреді. Оқушылар, сабақ ұнады ма? Пікір қалдырып, каналға достарымызды шақырайық.